Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Сіздерге 130-ші бұйрық бойынша қамыжыны қайдан алу керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін сіздер осылай Google-ға кіріп, Елорда сызықша мектеп KZ деп жазасыздар. Және сізде осылай шығады, бірінші тұрғанына кіресіздер. Мынау тұрғанға кіресіздер. Бірінші Google-ға осылай жазып аласыздар. Одан соң сіздерде осындай шығады міне. Осылай шығады. Осы бірінші тұрған Елорда дегенге кіресіздер. Сіздерде осындай 5 тақырып шығады. Бірінші мектепке дейінгі білім беру, екінші жалпы орта білім беру, үшінші техникалық және кәсіптік білім беру, қосымша білім беру, арнайы білім беру. Бізге мектептегілерге жалпы орта білім беру деген екінші тұрғанды таңдайсыздар. Міне, осылай шығады сіздерде бірінші 90, мынау екінші 90, үшінші 90. Енді бізге керегі қазір екінші 90. Осы екінші 90 үстін басасыздар. Міне, осы жерде сыныптар шығады. Бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін. Керек сыныбыңызды таңдайсыз. Міне, мен керек сыныпты таңдадым. Сыныпқа қош келдіңіз дейді. Бұл жерде осы сыныптың барлық оқулығы бойынша барлығы бар. Мысал үшін маған қазір керегі қазақ тілін аша қояйын. Міне, осы екінші 90 бойынша қазақ тілінің барлық тақырыптары бар бұл жерде. Ал енді маған қазір керегі тұрлаусыз мүшелер 20-ші сабақ. Бұл жерде бізге сол тақырыпқа қатысты осылай сол тақырыпқа байланысты осындай видео сабақ және астында қымыжы үшінші презентациясы бар дайын. Осы тақырыпқа байланысты. Егер сізге мына видеосы керек болса, міне видеосын көріңіз. Қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы тұрлаусыз мүшелер. Осылай дайын видеосы бар. Бұны сіз жүктейтін болсаңыз, мынау тұрғанды басасыз, міне жүктеу. Міне тұр. Осыны бассаңыз жүктеледі. Сіздерге көрсетейін. Міне бассаңыз, жүктеліп жатыр. Егер сізге қымыжысы керек болса, міне қымыжының үстін басасыз. Міне қымыжы жүктелді. Егер презентациясы керек болса, презентацияның үстінен басасыз. Ол да бізге жүктеледі осылай. Міне барлығы жүктеліп жатыр. Ашып көрсетейін. Бұл презентациясы. Міне барлығы дайын. Сіздер оны группалардан іздеп жатасыздар. Кімде бар деп. Олай іздеудің қажеті жоқ. Осылай жүктеп алып, қолдана берсеңіздер болады. Міне мынау ашылып жатқаны қымыжысы. Барлығы 130-ші бұйрыққа сәйкес. Осылай қолдансаңыздар болады. Сіздерге пайдасы тигеніне қуаныштымын. Егер де менің осы видеоларым ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Тағы алда керекті мағлұматтарды сіздерге осылай түсіріп жіберіп отыратын боламын.